Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Психологиялық ахуал. Балалар, мен оқиын, менен кейін қайталаймыз. Біз балдырған баламыз. Құстай қанат қағамыз. Дүниені аралап, оқып білім аламыз. Міне, оқу жылы да аяқталып қалды. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағындағы соңғы тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жыл бойы өткенді қайталау. Яғни бүгінгі сабақта жыл бойы өткен тақырыптарды қайталау мақсатында сендерге сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарды мұқият тыңдап, дұрыс жауап беруге тырысамыз. Бірінші сұрақ: өмірде болған адам туралы айтылған шығарманың түрін белгіле. 1. Аңыз. 2. Ертегі. 3. Жұмбақ. 4. Шешендік сөз. 5. Мысал. Екінші сұрақ: қанжар менен қармасып, семсер менен сермепті, сөйтіп ойын ойнасты деген жолдар бар жыр қалай аталады? 1. Төрттілік жырлары. 2. Наурыз жыры. 3. Батырлар жыры. 4. Бесік жыры. 5. Тұрмыс салт жырлары. Үшінші сұрақ: тәуелсіздік мерекесіне қажетті шығармаларды таңда. 1. Дүйсенбиев ардақты ана. Майлин айт күндері. 2. Құдайбердіұлы бостандық таңы атты. Жақыпбаев бейбітшілік болса. 3. Медетбек наурыз келді. Жұмағалиев жеңіс күні. 4. Торайғыров айт. Шымбатыров қуаныш. 5. Торайғыров сүйемін. Дүйсенбиев ардақты ана. Төртінші сұрақ: қарлығаш әулие атанған кім? 1. Төле би. 2. Қазыбек би. 3. Әйтеке би. 4. Әнет баба. 5. Сырым шешен. Бесінші сұрақ: Төле бидің нақыл сөзін аяқта. Халқына адал бол, жауына қатал бол. Жауаптарды тыңдаймыз. 1. Ұзатылған қыз. 2. Ерейтін мұз. 3. Артқа қалған біз. 4. Сыйласқан сіз бен біз. 5. Досына адал бол. Алтыншы сұрақ: осы жұмыс ырғағы, білезік пен алқаны, сақинаны сырғаны, күміс сымнан тартады деп келетін өлең жолдарында қандай өнер туралы айтылған? 1. Сөз өнері. 2. Ән өнері. 3. Зергерлік. 4. Шешендік. 5. Сәулет өнері. Жетінші сұрақ: көп нүктені орнына тиісті сөз тіркесін қой. Көңіліміздің күйін сөз арқылы жақсылап айта білсек, сол болады. Ахмет Байтұрсынұлы. 1. Ән өнері. 2. Сөз өнері. 3. Би өнері. 4. Сурет өнері. 5. Сәулет өнері. 8-ші сұрақ: маса, 40 мысал, тіл құрал еңбектерін жазған кім? 1. Құдайбердіұлы. 2. Жұмабаев. 3. Дулатов. 4. Байтұрсынұлы. 5. Аймауытов. 9-ші сұрақ: қазақтың ұлы ақыны, аудармашы, жалпы саны 45 қара сөзі бар деген жолдар кімге қатысты айтылған? 1. Алтынсаринге. 2. Құнанбаевқа. 3. Торайғыровқа. 4. Байтұрсынұлына. 5. Аймауытовқа. 10-ші сұрақ: ақын, аудармашы, драматург, құлагер шығармасын жазған деген жолдар кімге қатысты? 1. Майлинге. 2. Жансүгіровке. 3. Дулатовқа. 4. Байтұрсынұлына. 5. Аймауытовқа. 11-ші сұрақ: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Осы сөздер қай шығарманы есіне түсіреді? 1. Құнанбаев: ғылымға көңіл бөлсеңіз. 2. Алтынсарин: өнер білім бар жұрттар. 3. Байтұрсынұлы: оқуға шақыру. 4. Жансүгіров:
күн шыққанда. 5. Құдайбердіұлы адамдық борышын. 12 сұрақ. Бір сөзбен айтсам, өзін жазатын жазушымын. Мінез құлық жағынан қожа өзге емес, өзіме ұқсайды. Кім туралы? 1. Бегалин. 2. Иманжанов. 3. Тұрманжанов. 4. Соқпақбаев. 5. Молдағалиев. 13 сұрақ. Кішіпейіл болу туралы қай мақалда айтылған? 1. Әдепті бала арлы бала. 2. Өтірік өрге баспайды. 3. Ұрлық түбі қорлық. 4. Ақыл азбайды, білім тозбайды. 5. Адамдықтың белгісі иіліп сәлем бергені. 14 сұрақ. Батырлық, қаһармандық, ерлік, істер мадақталатын халық шығармасын ата. 1. Тұрмыс салт жырлары. 2. Бесік жыры. 3. Өтірік өлеңдер. 4. Батырлар жыры. 5. Бата. 15 сұрақ. Көбіне құрметті ақсақалдар, атақты адамдар айтатын тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. 1. Тұрмыс салт жырлары. 2. Бесік жыры. 3. Өтірік өлеңдер. 4. Батырлар жыры. 5. Бата. 16 сұрақ. Ұйқасы сызбаға құрылған өлең жолдарын тап. 1. Көтеріле аспандай, көкте сырша бұлт көшіп. 2. Қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз, қызға қараңыз, туған үй санаңыз. 3. Шаршы топпен жалғасып, күбірлетіп күй салсақ, 10 пернені дәл басып, ойнақтаған 10 саусақ. 4. Ерлік пенен жыр егіз, оны жастан білеміз. Біз тоқтардың есімін туғып ұстап жүреміз. 5. Шырт ұйқыда жатқанда шырылдайды торғайым, ұйқыны ашты, оятты. 17 сұрақ. Ертегіні белгіле. 1. Алтын мүйізді киік. 2. Алмастың ағашы. 3. Шегіртке мен құмырсқа. 4. Қобыланды батыр. 5. Бесік жыры. 18 сұрақ. Сарғылт тартып жапырақ, алма піскен албырап, шөптер қурап қалған. Қай жыл мезгілі суреттелген? 1. Қыс. 2. Жаз. 3. Күз. 4. Көктем. 5. Жаздың басы. 19 сұрақ. Айтсын, жақсылығы бірге болсын. Қандай мерекеде айтылады? 1. Жаңа жыл. 2. Айт күндері. 3. Жеңіс күні. 4. Аналар күні. 5. Тәуелсіздік күні. 20 сұрақ. Мөлдір, тұнық, ағады, ішеді, тазалайды. Нені сипаттайтын сөздер? 1. Ауа. 2. Жер. 3. Су. 4. Орман. 5. Тау. Жарайсыңдар балалар. Сұрақтың барлықтарына жауап берсек, енді жауаптарды өз жауабымызбен тексереміз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.